Күн шәрфеңіз қайырлы олсын. Бүгін июлінің 28-і ве Қырым ижғалының 882 күні. Эфирде заман. Америка Қошма Штатларында Джумхуриет фырқасындан президент вазифесіне намзет еткен Дональд Трамп шуны білдірді ки, егер о президент олса, Қырымны Русия территориясының қысмы оларақ таныйжақ. Американың сесі білдіргеніне көре Трамп Русияге қаршы америкалы санкцияларыны да ләху етмеге азыр. Экспертлерінің чоқысы Трамптың білдіруіне Америка ве Европалы қиметлерінің қайынлігі деп адландырдылар. Түркияның сабық баш Назир Ахмет Давутоғлының білдіргеніне көре кечкен сенесінің ноябрь айында Русиялы Су-24 ұчағы оның емерінен йоқ етілді. Бұның Түркиялы НТВ телеканалы білдіре. Давутоғлының қайдеткеніне көре оның емері ұчақ Сүрия тарафындан Түркия сынырыны бозғанымен бағлы еді. Қатырлатам Су-24 ұчағыны йоқ еткен пилотлар яқаланғанлар. Олардан бірісі Девлетте Арби авдырылмасын тұлығында иштирак etmesinde şekлене. Ekim 2015'te, Eylül 2015'te Rusya sahaya girip arka arkaya hava sahası ihlali yapınca bu sefer yine Cumhurbaşkanımızla Milli Güvenlik Kurulu'nda bütün ilgili komutanlarla güvenlik toplantılarında istişare ederek bu angajman kuralını değiştirme ihtiyacı ortaya çıktı. Genelkurmay Başkanı'na yeni talimat verildi. Dendi ki sadece Suriye uçakları değil, hangi ülke uçağı olursa olsun hava sahası ihlali yapan uçaklara bu angajman kuralları uygulanır dendi. Bu benim devlet istişare sistemi içinde Milli Güvenlik Kurulu da dahil her bütünlüğüyle geçen bir istişare. 10 Ekim'de ben bunu veririm. 11 Ekim'de de Genelkurmay Başkanımız bu angajman kuralları talimatını Hava Kuvvetleri Komutanı'na verir. Hava Kuvvetleri Komutanı da Filo Komutanı'na verir. Yani orayı bakana. Türkiye Kimiyet 130 Kutlevi haber vasıtalarını kapattı. Onların arasında 45 gazete, 24 Нешер, игрым уч радиостанция, 16 телеканал, 15 журналист ве уч информацион агентликлері. Бұнен берабер яқында Түркия Кимиеті 40 журналистінің яқалмасына нишанны айырды. Шынды Мухалиф Фетулах Гюлен или алякалары олған журналистлер тақып етіле. Анкара Фетулах Гюленні Түркиеде Арби авдырылма ұнтылывның тешкелетчісі олғанында қабатлай. Керіч лоқсақанесінде мутихасысларының кергін қытлығы қайдетілген. Шерде тібби ұқуф юрты олғанда себеп, орта тібби хадимлер етерлі дәрежеде, ләкин мутихасыз әкемлерінің сайысы етерлі дегіл. Лоқсақанеде гинеколог, окулист, анестезиолог ве терапевт әкемлері етішмей. Яш әкемлер керічке бармаға ашықмай, яды шақси клиникаларда чалыша. Девлет хастаханелерінде есе пенсионерлер чалышмаға деваметі. Бойле вазиет ижғал олынған Ярамаданын бүтін тібби муэсеселерінде үкімсіре. Если взять сейчас участку, можно было бы отсутствие терапевта восполнить тем, что на участках в городе есть терапевты, послали по месту жительства женщину беременную, чтобы она встала там на учет, к терапевту посмотрелась и выдала форму, которую мы пишем. Если 3 терапевта на всю поликлинику положим в одном учреждении, в другом и в третьем, а их должно быть 10-12. Вы понимаете, какие очереди? Для беременных это, конечно, тоже создает проблемы. Кадровый дефицит, кадровый голод по всему Крыму у нас тоже. Алуштанын ашағы шума койының ачуланған сакинлері мемурларындан кене су фолмасыны талап ете. Бір қач сене давамында кой сакинлері күнде тек бір қач саат базы вақытлары да аз вақыт сувны әлді етелер. Бір ай евелсі сакинлер мемурларға мұсулқлардан аққан тотланған сувны кетіргенділер. Ерлі сакинлері иле өткерілген топлашувда кемиет векіллері ачуланған инсанларны тычландырмаға тұрыштылар. Ләкин башта камераны алмаға сорадылар. Алуштада Қырым су шirketінің мудирі Олег Киреев яқын вақытта койны сувнен тәмінлемеге сөз берді. Ләкин сакинлер мудетіні белгіленмесіні талап еткенде, ишғалжи мудерінің сөзлеріні кой сакинлері кувандырмады. Нам сейчас все расскажут, что какие действия были сделаны, что проделали, какая работа. Но не под камеру, камеру убирайте. Мы не против. Ну это ваше мнение. Мы не против камеры, пусть знают,
Что вы сделали, что не сделали? Ну, в этом году начнется вот это все, да? Когда вы выступали. Теперь я скажу. В случае одобрения финансирования, а мы надеемся, естественно, что будет одобрено, хотя бы проектные работы реально начать уже в ближайшее время. То есть как только поступят, естественно, средства, можно начинать приступать к проектированию. Как только будет завершено проектирование, мы все понимаем, можно переходить уже к следующему. Не, ну просто народным языком сказать, следующий сезон мы с водой будем или нет? Согласно разработанной дорожной карте, все мероприятия, включая строительные работы, должны быть завершены до следующего сезона. Ахяр сакинлері вешер мусафирлері Батилиман ратлану базасында денизге кечіп оламадылар. Пляжға кіріждемир қапуларнен қапатылған, анда тек мақсус пропуск бойынша кечмеге мүмкін. Қарабалнун сөзлеріне көре денизге кірішні тек ратланув меркезінің мудира чабыле. Ләкин меселені чізмеге келген фаалетчілер берілген телефон номерасы бойынша мудирнен бағланып оламадылар. Олар полицияға мураджат етмеге істейлер. У меня есть большие сомнения, что даже эти ворота установлены правомерно, так как мы видим, что за ними продолжается дорога. И, по всей видимости, эти ворота установили здесь до начала самой территории базы отдыха. Крымские татары хроника возвращения адлы фото Сергы Яран Ахмежиттеки Крым татар медини тарихи мирас музейінде ачылажақ. Ишлер Муэлифы Рифхат Якупов оның фото ресімлері Крым татарларының ватанға авдетіні аксете. Якупов 8 четел мемлекетлеріне давет етіліп, анда татары мевзусында персональ сергілеріні тақдим етті. Бұл фото альбомның лейхасы 20 ел әвелсі Стокгольмде тақдим етілген персональ сергісінден сон пейда олды. Исветчерде яшаған татарлар фото ресамға тек Казан татарларын дегилде, башқарларны де фото чықармаға теклиф еттілер. Бұндан сон архивның тіклінуі бойынша ишлер башланды. Тедбір саат 14-те açılacak. İşte böyle tedbir olacak. Bu ise sonki haberlerimiz edi. Aterli olunuz. Görüşmek üzere.